Менің есімім Айболат. Мен Алматыда тұрамын. Енді мен сіздерге өте керемет бір ақпарат бергім келіп тұр. Мгм. Бұл қазіргі уақытта өте қажетті, өте керекті ақпарат. Осы ақпаратты естіп алған адамдар Европа, Америкада пайдаланып жатыр, іске асырып жатыр. Осы ақпаратты естіп алып, өте көп ақша тауып жатыр. Әрине, бұл ақпаратты берудің алдында достар, сіздерден үш сұрақ қойғым келеді. Бірінші сұрақ: сіздің автокөлігіңіз болса, 5-ші бағын тегін заправка жасағыңыз келе ме? Екінші сұрақ: сіздің 1000 теңгені 5000 теңгеге ауыстырғыңыз келе ме? И үшінші сұрағым: араңызда екі адам табыла ма? Тура солай 1000 теңгені 5000 теңгеге дайын болып тұрған адам ауыстыратын. Әрине, осы үш сұраққа иә деп бәрі жауап беріп жатыр. Жоқ деп жауап берген бір адам көрген жоқпын. Енді ол не туралы әңгіме? Бұл Eco Fuel Tabs деген жаңадан шыққан өнім, американский компания, Биепик жаңа айтып жатқан компаниямызда. Ол өте керемет өнім. Ол жанармайды үнемдеу үшін шығарылған өнім. Ал енді ол неден шыққан? Неге осындай өнім компанияда шығып жатыр? Бұл идея қайдан келді? Мысалы, двигатель внутреннего сгорания дейміз да, мотор деп айтайық. Мотордың ішінде жанармай 25% жанбай далаға кетеді. 25%. Вот ойлап көріңізші. 100 литр бағыңыз болса, 25 литріңіз жанбай кетеді далаға. Ол неліктен болады? Негізі мына молекула, топливаның молекуласы, жанармайдың молекуласы әртүрлі болады. Біреуі ұзын, біреуі қысқа, біреуі кішкентай болады, әртүрлі. Сонда олар бәрі бірдей жанбайды. Салыстырып көрсеңіз, мысалы, сіз отын жаққан кезде үлкен ағаштарды жағып көріңізші, олар не істейді? Олар түтіндеп жанбай қояды, ол жанып біткеннен кейін көмір болады артынан. Ал енді сол ағаштарды сіз ұсақтап жіберсеңіз, ол мүлдем бәрі лапылдап жанып кетеді. Солай ғой. Енді сол идеяны алып, жаңағы 25% жанбайтын жанармайды қалай жағып жіберуге болады деп, компанияның осы американский ғылымдар, Америкадағы ғылымдар осындай өнім шығарды. Бұл катализатор. Бұл катализатор не істейді? Жанармайдың молекуласын кішкентай бөлшектерге бөліп тастайды, ертіп жібереді дейміз да, жанармайды. Ол жанармай әрине 95-98% жанып кетеді. Сондықтан осы идея, осы неден идея алынып, осындай керемет өнім шығарды. Бұл өнім жаңағы айта кетейін, Eco Fuel Tabs деген, ол не істейді? Жаңағы жанбайтын жанармайды жағып жібереді біріншіден, содан үнемдеу шығады. Екіншіден, бұл өнім двигательдің құрамдарын тазартады. Негізі жанбай кеткен жанармай ол күйе болып, жаңағы двигательдің құрамдарын қарайтып жібереді. Свеча болсын, поршень дейміз, жаңағы неше түрлі құрамдары бар ғой. Соның бәрі қап-қара болып қалады. Ол жанбай жатқан жанармай өйстіп қап-қара жасап жібереді. Свеча, поршень жаңа көрсетіп жатыр ғой. Форсунки дейді, неше түрлі құрамдары двигательдің. Соның бәрі осындай қап-қара болып қалады уақыт өткеннен кейін. Бұл өнім оны тазартып шығарады, тап-таза қылып шығарады. Біріншіден, двигателіңіздің уақыты ұзарады.
Сондықтан мына өнімді пайдаланған адамдар автокөліктері көп уақытқа созылады, иә. Ресурс дейміз ғой, ресурсы ұзартамыз ресурсты. Сондықтан бұл маған да сұрақ қойып жатыр. Бұл өнімді пайдаланған кезде двигательге жаман болмай ма деп. Әрине, ешқандай зияны тимейді да. Менде 2 көлігім бар. Бір көлік, мысалы, 9 жыл болған Suzuki Grand Vitara, екінші көлігім былтыр салоннан сатып алғанбыз. Судай жаңа автокөлік қой, Mitsubishi Outlander деген. Енді осы өнімді 2 көлікке де пайдаланып жатырмын. Жаңа машинаға салған кезде оның күші көбейеді, газды басқан кезде ұшады. Сосын осы өнімді пайдаланған кейін үнемдеу одан да көп. Мысалы, екінші машинадан. Екінші машинаны, екінші көлікті. Suzuki 9 жыл болған көлік қой. Оған да пайдаланып, басында содан бастадым. 1-2 баққа салған кезде онша байқамадым да үнемдеу қандай шығатынын. Ал енді 3-ші, 4-ші рет салған кезде осы өнімді уже үнемдеу шыға бастады. Ал енді компанияның сертификаттары бар. Осы үнемдеуге көп сертификаттар. Америкалық институт нефти, мұнай институтынан тексерілген, жаңағы екінші агенттік, табиғатты тексеретін агенттер бар ғой, агенттік. Содан да тексерілген. Негізі мына өнім жаңағы жанбай кеткен жанармай далаға кетеді деп айттым ғой, ол әрине атмосфераны бұзады. Біздің Алматыда, мысалы, таңертең шыққан кезде 600 мың машина көлік шығады, олар әрине осындай түтін шығарады. Сондықтан мына Алматыда әрине бәрі осыны пайдаланып жүрсе, біздің экологиямыз тазартады. Алматыда вообще демалуға оңай емес, да. Біз осындай смог дейді. Осының смогпен демалып жүрміз таңертеңнен кешке дейін 600 машина тоқтамай жүре береді. Сондықтан осы өнімді пайдаланған кейін қаламызда тазарады. Бұл енді керемет өнім. Енді көбісі сұрайды, ондай өнімдер көп қойым, магазинде сатылады, неше түрлі присадкалар бар деп айтатындар бар. Бірақ мына өнім ешқандай присадкаге қатынасы жоқ. Присадкалар олар октановый числоны өзгертеді, да. Мынау өнім неңізді, жанармайыңызды ертіп жібереді, кішкентай бөлшектерге бөліп тастайды, ол сіздің жанармайыңыз түгелдей мүлдем жанып кетеді. Сондықтан экологияға да жақсы, әрине үнемдеу болады. Енді үнемдеу қалай болатынын мен сіздерге түсіндіріп өте кетейін. Мына өнімнің ішінде пакеттік дейміз ғой, мына пакеттің ішінде 5 тал бар. 5 тал таблетка. Ол бір таблеткасы 100 литр бензинге арналған. Енді 5 талымыз 500 литрге арналған. Енді сіздің көліктің бағы 50 литр болса, онда жарты таблеткасын салып жібересіз. Ол әртүрлі автокөлікке арналған. Дизельный жанармай болса, дизельге де жарай береді. Бұл газбен жүретін автокөлікке де жарай береді. Оны 4-ке бөліп, кішкентай газдың несі болады, тесік салатын жері. Сол жерге салып, под давлением ол ішіне кіріп кетеді, бақтың ішіне. Сондықтан қанша, мысалы, экономия, үнемдеу қанша шығады? Бір бақтан, мысалы, сіз 100 литрлік бақ болса, 25 литр сізден артық қалады деген сөз, да. 25 литрге сіздің көлігіңіз 100 шақырымнан
200 шақырымға шейін артық жүреді. Сонда бір бақтан сізде примерно 1,5 теңге экономия болады, үнемдеу. Ал енді екінші, мына өнімге бәрібір қандай, дизель ма, 95-ші бензин ба, 92-ші бензин ба, оның бәрін ертіп жібереді. Сондықтан мына үнімді пайдаланып 95-тен 92-ге көшуге болады. Ол көшкен кезде айырмашылығын көресіз. Мысалы 95-ші бензин ол 215 теңге тұрады бізде, Қазақстанда. Ал 92-ші бензин ол қазір 180 теңге тұрады. Сонда айырмашылығы 35 теңге литріне. Енді 100 литрге санап көріңіз. 3,5 теңге айырмашылығы бар. Артық, сізде экономия сонда 100 литрге 3,5 теңге сақтап қаласыз қалтаңызда, бюджетіңізде. И жаңа әрбір бактан сізге где-то 2,000 теңге экономия болады. Сол енді 4 бактан 8,000 теңге шығады ғой. Сол 8,000 теңгеге сіз 5-ші бакты тегін заправка жасайсыз. Вот осы қалай үнемдеу шығатынын мен сізге айтып түсіндіріп бердім. Бұның бағасы, мысалы, мынандай пакет, ішінде 5 тал бар, 500 литрге арналған, 14,000 теңгемен санағанда 14,000, ал енді доллармен біз интернет магазиннен заказ береміз ғой, бізге Америкадан келеді. Оның бағасы $29. Сонда бір таблеткасының бағасы қанша болатын өзіңіз есептеп көріңіз. 2,800 теңге болып шығады, 14,000 теңгені бөлсеңіз 5-ке 2,800 теңге. Ал енді компанияда тағы да басқа пакеттер бар. $50 алсаңыз, мысалы, ол сізге мынандай 3 пакет келеді. $100 алсаңыз, $110 алсаңыз, мынандай 8 пакет келеді. Соның ішінде сонда 40 тал болады. Сонда 40 талдың бағасы, бір таблетканың бағасы сонда 1400 теңгеге түседі. Оптым алсаңыз арзандау болып келеді. Сонда санаңыз, мынандай пакет алған кезде 2,800 теңгеден келеді бір талы. Ал $110 алған кезде сізге бұдан 1400 теңгеге түседі бір талы. Ал енді үнемдеуді өзіңіз байқап тұрсыз, үнемдеу енді мына жерде 50 литр бакқа, мысалы, 700 теңге деп санайсыз, 700 теңгенің жарты таблетка 700 теңге болып шығады. Соны бакқа салған кезде сізде мына 95-тен 92-ге көшкен кезде экономия, и жаңағы 25 литр, 100 литр бактан 25 литр сізде экономия болып қалады. Сонда сіз жаңа мен айтқан 1000 теңгені 5000 теңгеге ауыстыратын боласыз. 1000 теңгелік, мысалы, өнім 1000 теңге тұрса, сіз 5000 теңге сақтап қаласыз деген сөз. Сондықтан осы үнемдеу, жаңа мен айтқан сұрағыма да жауап. 1000 теңгені 5000 теңгеге ауыстырғандай боласыз. Ол енді үнемдеу туралы айттым. Ал енді кеше бізде компанияның иесімен кездесу болды. Дэн Путнам деген мультимиллионер, миллиардер дейміз ғой, долларовый миллиардер, өзінің компаниясы, неше түрлі компания, көп компаниясы бар, несі көп, сотрудниктері көп, ғылымдар бар отыр. Оның жаңағы кеше айтып отқан, осы пакетпен бастап, сіз мысалы 14,000 теңге алсаңыз, араңызда 2 адам табыла ма деп мен сұрақ қойдым ғой. Әрине, әр адамда арасында 2 адам табылады. Олар мысалы қиыншылық жағдай болып қалған адамдар, или ақшасы жоқ адамдарға айтсаңыз болады. Автокөлігі бар адамдарға айтуға болады. Мысалы, өзіңізде автокөлік болмаса да, осы жерде осындай өніммен пайдаланып ақша табуға болады. Ол, мысалы, иесі кеше Дан Путнам айтты. Тек қана осы пакетпен бастап, сіз 24-ші күні $20,000 шығасыз деп айтқан кезде, мен басында сенбей жүріп едім. Ал енді мына иесін тыңдаған кезде мен миыма кірді. Мына жетон упал дейді ғой. Енді бүгін мен осы ақпаратты беріп, не үшін беріп отырмын? Мына қазағым данысын, осы қазағым байысын,
осындай ақпарат естіп жатыр, 14 мың теңгемен кіріп, 20 мың долларға 24-ші күні шығасыз деп айтқан кезде, мен әрине сендім. Қалай ол? Қалай шығуға болады? Енді араңызда екі адам табасыз. Ол екі адам өзінің екі адамын табады. Сонда төрт адам, екі адам тапқан кезде 8 адам болады. 8 адам екі-екіден каждый өзінің екі адамын тапқанда 16, ары қарай 32, 64, 128, 256, 512 адам, ары қарай 1024 адам, 1024 адам әр өзінің екі адамын тапқан кезде 2000 адам болады. 2000-нан ары қарай 4000 адам болып кетеді. Сол енді ол айтады, мына 48 сағатта екі адам табу қиын емес, былай қарасаңыз. Соны дедлайн дейді. Осыны сақтап жүрсеңіз, мысалы 2 күнде әр адам өзінің екі адамын тауып 14 мың теңгеге осындай өнім алған кезде, сіздің доходыңыз 24-ші күні 20 мың долларға болады, шығады. Ал енді 30 күн ғой айда. Сол қалған 6 күнде сіз 20 мың доллардан 100 мың долларға шығасыз. Жаңағы мен айтып кеткен 4 мың адам, 8 мың адам ары қарай кете береді ғой, Сонда 16 мыңда 2-ге көбейтсеңіз 32 мың адам болып кетеді. Сол кезде сіздің мына 24-ші күннен бастап 30-ші күнге шейін сіздің доходыңыз 100 мың долларға шығуға мүмкіншілік осындай бар. Енді 14 мың теңге деген ол көп ақша емес. Қазіргі заманда мысалы әр адамда мысалы 14 мың теңге табылады. Ол 14 мың теңгеге осындай өнім аласыз сіз. Пайдаланасыз, үнемдеу болады. Ары қарай енді осындай табысқа жетуге болатын осындай мүмкіндік беріп отыр. Кеше компанияның иесі айтты ғой, сіз осы программа бойынша істесеңіз, 48 сағатта екі адам тауып жүрсеңіз, сіз бір айдың ішінде 100 мың долларға шығасыз. Одан әрі сізге осындай автокөлік сыйлыққа беріледі. Порш, осындай керемет 100 мың доллар тұратын Порш еще сыйлыққа беріледі. Сондықтан достар, осындай мүмкіндікті жіберіп қоймаңыз. Осындай мүмкіндік 10 жылда, 20 жылда бір-ақ рет келеді. Бір-ақ рет. Осындай мүмкіндік ешкімде жоқ, ешқандай компанияда жоқ. Интернетті ашып көрсеңіз, ешқай жерден осындай ақпарат таба алмайсыз. Тек қана осы компания Биэпекте осындай өнім бар, осындай мүмкіндік бар. Осы мүмкіндікті жіберіп қоймаңыз, достар. Біз мысалы қазір осы 2023 жылы бастап жатырмыз. Кеше 10 қаңтар күні осы компанияның иесімен кездесу болды Zoom-да. Енді 11 қаңтарда осы өнімді Қазақстанда біз мына отырған адам, осы жерде отырған адам, біз бірінші бастайын деп жатырмыз. Уже бастап кеттік. Уже бірнеше адамдар бар, осы өнім арқылы ақша тауып жатырғандар бар. Ал енді осындай мүмкіндікті пайдаланбасаңдар, достар, жіберіп қоймаңыз. Осындай керемет ақпаратты сіз қазір қабылдап алдыңыз. Осы ақпаратты енді 2 адаммен, 10 адаммен бөлісіңіз. Араңыздағы 50 адам, 20 адам телефоныңызды ашып көрсеңіз, 500 адам бар. Соның бәріне информация просто жібере салыңыз. Осындай, менде осындай өнім бар, осындай үнемдеу жасайды, 5-ші бақ тегін құйылады. Осы ақпаратты бөлісіп қойыңыз. Негізі ертең 1-2 айдан кейін, жарты жылдан кейін сізге өзіңіздің туысыңыз, өзіңіздің досыңыз, өзіңіздің көршіңіз айту мүмкін, осындай менде өнім бар. Сіз айтасыз, мен оны естігем осы 23-ші жылы басында. Оны сондықтан ақпаратты естіп алып, енді ары қарай тарату керек. Осы сіздің мысалы осындай тек қана ақпаратты берген үшін сіздің өміріңіз өзгеріп кету мүмкін. Бір айдың ішінде өзгеріп кету мүмкін. Енді осы өнімге мысалы өте оңай естіп жатыр, оңай кіріп жатыр адамдар. Неліктен? Бұл
ешқандай не жоқ та, тәуекелдер жоқ. Риск дейміз ғой, ешқандай риск жоқ. 14 мың теңгеге аласыз, сіздің қолыңызға осындай өнім беріледі. Бұл интернет магазин сізге тегін ашып береді компания, тек қана осы өніммен интернет магазиніңіз болады, оның ішінде бухгалтеріңіз болады, оның ішінде бүкіл база данных дейді да, бүкіл адамдарды көріп отырасыз. Мысалы, бұл интернет проект, сіздің мысалы сіз магазин аштыңыз, сіздің танысыңыз басқа қалада болуы мүмкін, Шымкентте, Таразда, Астанада, Павлодарда, бүкіл әлемде болуы мүмкін. Сіздің таныс адам басқа жерде, менде мысалы Германиядан адамдар алып жатыр, Америкада, Украинада, бүкіл әлемге компания жібереді. Осы өнімдің почтаға қолына жеткізіп береді. Оған басыңыз қатпайды, мысалы, Сіздің міндетіңіз тек қана осыны өзіңізге қабылдап, информацияны қабылдап алу, мына өнімді өзіңізге сатып алу 14 мың теңгеге тек қана, осы 48 сағатта 2 адам табу. Болды, басқа ештеңеге басыңыз қатпайды, компания өзі жеткізеді адамдарға. Бірақ мынандай табысқа шығуға осындай мүмкіндік, тек қана 14 мың теңгемен кіріп, осындай 100 мың долларға шықсаңыз, оған не жетсін? Ондай мүмкіндік ешкімде жоқ, ешқандай компанияда жоқ. Сондықтан достар, осындай ақпаратты мен енді беріп отырмын, сіз қабылдап алдыңыз, ары қарай енді жұмыс істейік, біздің командамызға келіңіз, біз бәріне де үйретеміз, ол ешқандай қиыншылық жоқ. Сондықтан әр филиал магазиндерден сіз өзіңіздің процентін алып отырасыз. Ертең мысалы уақыт өтеді ғой, сол кезде сіз даже басында қазір жұмыс істеп кетсеңіз, 1-2 айдан кейін адамдар уже ешқандай адамды шақырмайсыз, астыңыздан адамдар кете береді, потому что осындай өнім ешкімде де жоқ. Сондықтан болды, мен осындай ақпарат бергеніме тыңдағандарыңызға рахмет, алғысым шексіз. Сондықтан бәріміз де осыны пайдаланып бастап кетейік.